Есімім Жанна, мамандығым Қызылорда қаласының тұрғынымын. Немерем 15 жаста. Бұл анализінің дұрыс болмай жүргеніне 3 жылдай уақыт болды. 450. Өзі нормасында 200-ден аспау керек. Сол 3 жылдан бері сонымен күресіп келе жатырмыз. Әртүрлі антибиотиктар, БАДтар, кішкене бір түскен сияқты болады, бірақ өзінен өзі ол тоқтамайтын нәрсе екен. Әртүрлі антибиотиктар алдық. Одан кейін осы соңғы емделгеніміз осы ноябрь айында өткен жылдың лор центрге барып анализ тапсырдық. Сол кезде 345 болып тұр екен. Лор дәрігер назначение берді, жаңағы чувствительность тексеріп, сөйтіп цефтриаксон назначение берді бір аптаға. Бір апта алғаннан кейін, бір 3-4 күннен кейін анализ тапсырдық, 325-ке түсіпті. Тағы бір антибиотик чувствительность бар, соны көрейік бір апта деп. Оны бір апта алғаннан кейін 322-ге ғана түскен. Егер енді біздің лор жағынан болды, емделіп, бұдан артық түспейді, енді сіздер ревматологқа барыңыздар деді. Ол жерде де анализдер тапсырдық. Жаңағы ревматолог дәрігердің шешкені 3 ай бетсилин 5 салу керек деді. Ол енді мен өзім провизор болғасын білем, ол бетсилин 5 өте ауыр. Өте ауыр, ол бір апта бір жамбасына салғанда, келесі апта келесіне жамбасына салғанға дейін ауырғаны басылмайды оның. Сол препараттарды күтіп жүрген, негізі сол кезде естіп. Осыны беріп көрейінші деп ойлап жүрдім. Сонымен бұл да, сонымен бере бастадық. Осы оразаның басында бастадық. Марттың аяғында каникулға шықты. Сол каникулдың кезінде 25 күн ішкенде анализ тапсырттым. 322-ден 279-ға түсіп тұр. Ол бай қарағанда антибиотик түсіре алмаған анализді, стрептокок, стафилококты мына дүние түсіріп тұр. Жағдайы өте жақсы. Бұрын тізесі ауырып жүретін ревматолог дәрігер ревматоидный артрит қойып тұр ғой. Ол буыннан поражение болып тұр, 15 жасар бала. Сонымен жағдайы жақсы, сабағында шауып жүр. Енді тағы бір ай беріп, тағы да анализ тапсырып көреміз.